общем, достар, мен деген таңғы 4-те рассвет встречать етіп, сосын ұйықтап қалған болатын. Вообще, прям отрубилась, білмеймін қалай. Бір музыка қосып па, вроде вот. Енді сағат 11-лер ма сонда қалды, короче, вот. Мен білмеймін, влогты жалғастыра берейін ба, әлде, короче, мына видеоларды өшіріп тастайын ба деп ойлап тұрмын. Не істеуге болады, достар? В общем, достар, мен ұйқыдан тұрдым. Вот, енді қазір мен бет-аузым жуып, солай, короче, утренний рутиналарын жасайтын боламын. В общем, завтраки осындай яичница. Вот. И мен, короче, осындай чай ішкім келіп тұр. Лайммен. Вот. Қазір шай істеймін, короче. Осындай Гаухарда деген кітапты оқып жүрмін. Вообще күшті, өте керемет шығарма. Ол Дулат Исабековтың атынан шығарылған кітап. Мен үшін бұл өте әдеби кітап, өйткені мен деген негізінде қазір көбінесе қазақша кітап оқуға тырысамын. Өйткені мен балалық кезімде, короче, Қытай кезінде менде көбінесе орысша кітап оқыған болатынмын. Соны, короче, менде словарный запас больше орысша болғандықтан кейін мен қазір қазақшаны прям дамытып жатырмын. Сондықтан да вот сіздерге жаз каникулда, жазғы демалыстарда осындай кітап оқып тұруға кеңес беремін, өйткені реально көмектеседі. Даже кітап оқығанның өзінде де сіздер өздеріңізді дамытасыздар. Вот реально ол мәдени жағынан болсын, рухани жағынан болсын, сіздер өздеріңізді дамытасыздар. Және де мен қазір жасым 16-да, мен қазір өзімді дамытудамын. Вот. Сондықтан да сіздерге бір осындай кеңесім. Мә, достар, қалада погода прям непонятно болып қалды. Қараңдар, ана жақ бұлт болып тұр, ана жақ күн түсіп тұр. Не болып кетті? Ужас, не болып кетті? Негізінде күн жылы ғой, бірақ ондай қатты жылы емес, прям. Ладно, осылай поны сквозняк болады қазір, достар, просто. Мә, достар, қалада погода. Мә, достар, қалада погода прям непонятно. Мә, достар, қалада погода прям непонятно болып қалды. Қараңдар, ана жақ бұлт болып тұр, ана жақ күн түсіп тұр. Не болып кетті? Ужас, не болып кетті? Негізінде күн жылы ғой, бірақ ондай қатты жылы емес, прям. Ладно, осылай поны. Кстати, достар, мен сіздерге бір жаңалықты айтпаппын. Короче, мен енді Я, короче, менің бөле сестрам, короче, мамамның сестрасының қызы ғой. Мама туған сестрасының қызы, короче. И сол деген кеше түнде босанып, мен сестраңкалы болдым. И мен сестраңка бар. Наконец-то босанды. Вот, енді среда күні бұйырса выписка болайын деп жатыр. А ертең мен бұйырса подругамен естетін боламын. Вообще күшті қызықтар болайын деп тұр, достар. Короче, влогты соңына дейін қарап шығыңыздар. Бұл, короче, мен апталық влог түсіретін боламын. Достар, мені жұмсады. Маған айтты магазинге барып келші деп. Қазір барам, сол. Осылай ыңғайлы киім киіп алдым. Вот, қазір, короче, чипсы, ананы сушиға, короче. Вот, достар, көрсе етейін. Неғамды. Осылай рифленый сметана лук. Попкорн. Осы ең күшті попкорн осы. И фанта. Мен өзіме не алған жоқпын, су алған жоқпын. Вот и все. Это как чемпионат мира, вот, достар.
Вот. Достар, в общем, мен қазір мынау пояс отхалата дейді ғой. Соған короче укладка жасайтын боламын. Мен уже шашымды кішкене уже жуып қойдым. Қазір енді осымен укладка жасайтын боламын. Вот. Достар, мен бітірдім. Вот, менде осылай шықты. Енді осылай ұйықтап шығу керек маған. Короче, солай. Я түрім не очень болып тұрған сияқты. Біртүрлі болып тұрған сияқты, бірақ та мен ойымша күшті результат шығу керек негізінде. Вот, солай. Ал достар, бұл менің влогымның екінші күні. Және де бүгін мен подругаммен кездесем. Вот, сондықтан да осындай влогым менде шықты. Бикуди емес, бұл негізі халаттың поясы. Вот соны жасаған болатынмын. И осындай результат шықты. Еще макияж болады, күшті болады. Достар, қазір еще бізге қонақ келеді. Осындай дастарханды қойдық. Вот, қараңыздар. Өте әдемі, да. Ана жақта ет болады, мына жақта шай болады. Вот, мен кетуім керек негізі. Достар, мен егер шықпас бұрын не алатынын көрсетейін. Осындай блеск аламын, прозрачный. Вот, бұл Vivienne Sabodan. Дальше мен карт холдер аламын. Ішінде, потому что ақшам бар. Мынақта не жатырмыз? Мынақта тиындар жатыр, достар. Вот. Телефон, и AirPods. Дай. Вот. Все, сосақ барыз бәрін. Еще зарядка ламба деп тұрмын. Қазір телефон зарядталып жатыр, білмеймін. Посмотрим. Менікі потому что уже аккумулятор отырып, и менде в любой моменте телефон сөйтіп мүмкін, білмеймін. Қазір қарай, может быть, аламын. Еще қазір образ көрсетемін. Так, достар, мне осындай менде белый лонгслив и осындай ақ такс, ол ақ брюки, я. Еще үстіме джинсовка киемін, потому что дала салған, то есть суық. Выбирайте. Екі жүстің. Или нома. Жоқ, дыны. Ұстап тұрмайшы. Просто мен не жүрген сол отында. Мне попкорн айта. О, давайте мне купить такое. Я вам, знаете, что скажу? Я вам спасибо скажу. Вот. Мне тоже, пожалуйста. Нам. Кого будет? Ту попкорн здесь. Вот. Да, я. Которые кино дальше. Ақша жүрдейді. Ашу сізді. Сізді. Инстаграмда көріңіздер. Инстаграмға саламыз. Достар, мен жүға келіп қалдым. Тауып қалдым. Еще мен 6% келатыр менде. Вот. Капец. Короче, маған жаңа сестрам жазды. Қайтасың деп, мынаған көрші. Пенсионник? Да. Там бы нормальный букет был, но...
Ал достар, бұл влог, бұл видео соңына қарай жетіп отыр. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Давайте маған қолдау білдіріп, давайте лайк, комментарий, подписка істеп қойыңыздар. Бұның барлығы мен үшін өте үлкен қолдау сіздердің аттарыңыздан. Вот. Ал келесі видео қандай түсірейін, давайте комментарий жаза кетіңіздер.